Рахмет. Рахмет. Дер кезінде шығып, сөз сөйлегенге айыптайсыздар. Өзімнің мақалым бар. Құтырған әртіс төркін танымайды дейді. Сіздердің шапалақтарыңыз қатты болып кетті, аяқта эйфорияда басымен алып кетті. Кешірім сұраймын. Ең алдымен сіздерге тағы да бір мәрте рахметімді айтқым келеді. Және де осы сәтті пайдалана отырып, мына жобаның тізгінін ұстап отырған негізі Бердібек ағамыз. Ол кісі жаңағыда өзін атап айтуға ыңғайсызданған болады. Мына жеңіс сіздікі деп білемін аға. Сізге үлкен рахмет. Дәл сіздей ел ағалары бар кезде қазақ өнері әрқашанда тұғырлы болатынына ешкім шүбә келтіре алмайды деп ойлаймын. Шын жүрегімнен барша бүлдіршіндерді құттықтағым келеді. Мен негізі мінезім біраз тек айтып тастағанды жақсы көремін. Әнші деген осылай болу керек. Нағыз әншілер өсіп келе жатыр, құрметті ағайын. Нағыз қазақ эстрадасының майталмандары сахнада өсіп келе жатыр.